Бүгінгі тақырып жиынтық ішкі өнім көрсеткішін есептеу. Жиынтық ішкі өнім көрсеткіші құны тек ресми нарықтық мәмілелерді ғана қамтиды. Себебі кез келген мемлекеттің экономикасы инфляциялық үдерістерге ұшырауы мүмкін. Номиналды, яғни ағымдағы бағамен және салыстырмалы бағамен жалпы ішкі өнім есептеледі. Ағымдық және өткен кезеңдегі жалпы ішкі өнімді салыстыру ел экономикасының нақты өсуін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда базалық кезең, яғни бұрынғы кезең 100% деп алынып, оған қатысты есептік кезеңдерді жалпы ішкі өнім құны анықталады. Кезеңдегі әртүрлі елдердегі жалпы ішкі өнімді салыстыру үшін оның көрсеткішін айырбас бағамы бойынша есептейді. Алайда кейбір жағдайларда айырбасталмайтын валюталары бар елдердегі жалпы ішкі өнімді бағалауда елеулі бұрмалаулардың алдын алу үшін сатып алу қабілетінің паритеті қолданылады. Жалпы ішкі өнімді есептеу үшін 3 негізгі әдіс пайдаланылады. Біріншісі құнды қосу әдісі, екіншісі шығын бойынша есептеу әдісі, яғни өндіріс әдісі деп аталады басқаша. Үшіншісі кіріс бойынша есептеу әдісі, немесе тарату әдісі. Осы әдістердің әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Бірінші, құнды қосу әдісі жалпы ішкі өнім есептеуде тұтынуға арналған тауарлардың және қызметтердің құнын пайдаланады. Яғни түпкілікті тұтынылатын және қайта өңдеу, жинау және тағы да басқа үшін қайта қолданылмайтын тауарлар мен қызметтер есептеледі. Бұл жағдайда қосылған құн шаруашылық жүргізуші субъектілер өнімдерінің нарықтық бағасының жалпы сомасы. Олардан жеткізушілер әкелген шикізат пен материалдардың құнын алып тастау қажет. Осындай құндылықтардың жалпы сомасы жалпы ішкі өнімді құрайды. Бұл көрсеткіш белгілі бір кезең ішінде мемлекет экономикасының барлық тауарлар мен қызметтердің жалпы құнының нарықтық құнын білдіреді. Енді шығыс бойынша жалпы ішкі өнімді есептеу әдісі түпкілікті өнім мен қызметтерді алу үшін шаруашылық жүргізуші субъектілердің барлық шығыстарының сомасын есептеу арқылы анықтайды. Осы әдіспен жалпы ішкі өнім есептеу үшін мыналарды қосу қажет. Яғни жалпы ішкі өнім тең S қосылған логарифм қосылған G қосылған NX. Мұндағы формуладағы S дегеніміз халықтың тұтыну шығыстары, логарифм, яғни ұлттық экономикаға жалпы жеке инвестициялар, G деп отқанымыз тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу, NX деп отқанымыз таза экспорт. Енді келесі кіріс бойынша есептеу әдісі шаруашылық жүргізуші субъекті иелерінің кіріс мөлшерін есептеу негізінде жүргізіледі. Жалпы ішкі өнім есептеу үшін мемлекеттің аумағында жұмыс істейтін барлық шаруашылық субъектілерінің кірістері жинақталады. Экономиканың тиімділігін бағалау, еңбек өнімділігі мен өмір сүру деңгейін салыстыру үшін макроэкономикалық көрсеткіштер жан басына шаққандағы көрсеткішке алып келеді. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім мөлшерін есептеу үшін жалпы ішкі өнімнің жалпы көлемін аумақтағы адамдар санына бөледі. Алайда нақты деректер тек белгілі бір елдің азаматтары үшін ғана болғандықтан әдетте жан басына шаққандағы жалпы ұлттық өнім қолданылады. Бұл белгілі бір елде өмір сүру деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Видеоға лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. ОБТ-ға дайындық курсына жазылу үшін төмендегі описаниеға өтсеңіздер болады.